Сіз қандай серіктессіз? Бір саны. Адамға жеке кеңістік, жеке бөлме, жеке төсегі, жиһазы ғана емес, ішкі еркіндік қажет. Серіктес ретінде өз жұбына немесе жұптық қарым-қатынасқа өте аз уақыт бөледі. Осыған байланысты жалғыздық нәтижесінде кәрілік толығымен жетуі мүмкін. Екі саны. Мұндай адам үшін жұбының оған ұқсағаны маңызды. Бұл ұқсастық әртүрлі салада болуы мүмкін. Өзімен жасты, бірдей мүдделер, жалпы өзі сияқты тіл табысқыш, көпшіл, мейірімді. Сол себепті достарының арасынан немесе достар арқылы өзіне жұп табу ықтималдылығы жоғары. Үш саны. Мұндай адам өзінің жұбына барлық күшімен қайта тәрбиелейді. Бұл адамға шығармашылықпен айналысатын серіктес ұнайды. Және ол үшін жұбының сыртқы бейнесі маңызды. Жұбымен мақтан еткенді ұнатады. Жалпы бұл адамға батыл, тез әрекет ететін, өзіне сенімді, белсенді серіктес қажет. Өзі де жұбының тартымды, жағымды, ерекше көріну үшін бәр жағдайды жасап, жұбын өзгерте алады. Достар, басқа да сандарға келесі видеомда тоқталып өтемін. Маған тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.